Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 4-ші сынып 91-ші сабақты бастаймыз. Bir бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалысы. Бірінші есепке қараймыз. Ғалымдар Арал теңізі туралы мәлімет жинады. Теңіз ауданының кемуі туралы мәліметке қарап есеп құрастыр дейді. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ағынсыз тұзды көл. Арал теңізі қазір қандай жағдайда екені анықта, неге мұны нағыз экологиялық апат дейміз. Бұл жерде бізде жылдары және сол жылдың теңіз бетінің ауданы көрсетілген. Біріншісінде қарасақ, 1960 жылы 68.900 км квадрат болған екен, ал 2015 жылы бізде Арал теңізінде 8303 км квадратқа тең болған екен. Енді біз осы аралықты табу үшін қанша уақытқа кемігенін, қанша километрге кемігенін табуымыз қажет. Ол үшін ең алдымен біз берілгенін жазып, одан кейін 68.900 км квадраттан 8303 км квадратты азайтамыз. Сонда 60.597 км квадрат қалады екен. Жауабы сонда 1960-2015 жылдары Арал теңізі бетінің ауданы 60.597 км квадратқа кеміген екен. Келесі бізде екінші есепті шығар. Арақашықтығы 54 км болатын 2 айлықтан бір уақытта және бір бағытта қайық пен катер жолға шықты. Катердің жылдамдығы 25 км сағатына, ал қайықтың жылдамдығы 7 км сағатына. Біраз уақыттан кейін катер қайықты қуып жетті. Катер жүріп өткен арақашықтықты тап дейді. Мына жерде бізде қайығымыз, мынау катеріміз, қайығымыз 7 км сағатына, катеріміз 25. Бұл жерде біз жүріп өткен арақашықтықты табуымыз қажет. Ол үшін берілгенін жазып аламыз. Яғни катердің жүріп өткен арақашықтығын табу үшін біз қайықты V1-ге V2-ні қосамыз, яғни 25-ке 7-ні қосамыз, азайтамыз, 18 км сағатына. Енді уақыт табу үшін S-ті көбейтеміз қайыққа. Демек, бізде 54-ті, яғни арақашықтық 50 км сағат қой, соны бөлеміз 18-ге 3 сағат болады. Енді катердің арақашықтығын табу үшін V1-ді көбейтеміз Т-ға, яғни 25-ті көбейтеміз Т-ға 3 сағатқа, мінекей. Сонда 75 км шығады екен. Жауабы 75 км болады катердің жылдамдығы. Жүріп өткен арақашықтығы 75 км болады. Арғарай келесі бізде үшінші есептерді шығар. А нұсқасында А кентінен В кентіне дейінгі арақашықтық 120 км. А кентінен 15 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Кестені дәптеріне сызып, оны толтыр. Мұндағы S1, яғни бұл жерде S1 дегеніміз велосипедші, S2, ал S2 оның В кентіне дейін әлі жүруі тиіс арақашықтығы дейді. Мынау біздің уақытымыз. Сонда 1 сағатта велосипедші 15 км, ал В кентіне дейін әлі жүру керек 105 км-ге. Енді 2 сағатын, 3 сағатын, осылай 8 сағатына дейін табатын боламыз. Және біз бірінші берілгені жазамыз. Ол үшін велосипедші 15 км сағатына біз және бірінші арақашықтығын және екінші арақашықтығын табамыз. Бұл жерде барлығы бізде сағаты, мінекей. Екіншісі бірінші арақашықтығы 15-ті көбейтеміз 1-ге, өткені 1 сағат қой, 15 км болады. Біріншісінде 15-ті көбейтеміз 2-ге 30 км, 3 сағат болған кезде 3-ке көбейтеміз 45 км, 4 сағат болған кезде 15-ті көбейтеміз 4 км-ге, өткені жылдамдығы 15 км сағатына, 1 сағаттықы. Енді 4 сағаттық онда 60 км болады. 5 сағаттықы 75 км, 6 сағаттықы 90 км, 7 сағаттықы 105 км, 8 сағаттықы 120 км екен. Ал екінші жүріп өтуі тиіс жолы, біріншісінде 120-ны азайтамыз, 15-тен 105 км жүріп өту керек. Екіншісінде 2 сағатта 90 км жүріп өту керек. Үшіншісінде бізде 75 км жүріп өту керек. Әлі жүріп өтуі тиіс арақашықтық, мінекей. Осылай кестені сызып дәптерлеріңізге толтырсаңыздар болады.
және де 5 сағатта 45 километр жүріп өту керек, 6 сағатта 30 километр, 7 сағатта 15 километр және 8 сағатта 0 километрге тең болады. Келесі бізде А нұсқасын қараймыз. Мына жердегі кестеге қарап сызамыз, километр 120 километр барлығынікі мысалы. Енді А нұсқасын А кентінен 15 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты, ал В кентінен соған қарама-қарсы бағытта 20 км сағат жылдамдықпен екінші велосипедші жүрді. Егер екеуі 3 сағаттан кейін кездесетін болса, екі кенттің арасы қанша километр болады дейді. А нұсқасында бізде үшіншісінде берілген жазып аламыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін В1-ге В2-ні қосамыз. Екі жылдамдықты бір-біріне қоссақ 35 км сағатына шығады. Енді арақашықтығын табу үшін жақындауды көбейтеміз. Уақытқа 35 шықты бізде жақындаудан, оны 5-ке көбейтеміз, өйткені тең болады бізде 105. Жауабы екі кенттің арасы 105 км екен. Келесі бізде Б нұсқасы. А кентінен таңертеңгі сағат 10-да 12 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Егер 12-де осы бағытта екінші велосипедші жолға шықты, оның жылдамдығы біріншісінен 3 км сағат артық. Егер екі кенттің арақашықтығы 60 км болса, Ф ауылына велосипедшілердің қайсысы бірінші барады, яғни біріншісі ма, егер әлде екіншісі ма? Біріншісі бізде мінекей В1 деп белгіленіп тұр. Бізде 12 км сағатына В2-міздің жылдамдығы белгісіз, 3 км сағат артық. С бізде 60 км. Енді бұл нұсқасында берілгенін жазамыз. Енді біз уақытымен және В2-ның жылдамдығын табуымыз керек. В2-ның жылдамдығын табу үшін біз В1-ге қосамыз, яғни 12 км сағатқа 3-ті өткен 3 км сағат артық деп тұр ғой екіншісінде. Қоссақ сонда 15 км сағат шығады. Енді уақытын табу үшін S-ті бізде SS 60 км арақашықтық, соны бөлеміз 12-ге. В1-ге бөлеміз, мінекей В1 бізде 12 км сағатына, сонда 5 сағат болады. Енді 10 мыңды қосамыз 5 мыңға, 115-те 0 болады. Бұл бізде Т1. Т2-ні табу үшін арақашықтықты бөлеміз В2-ге, 60-ты көбейте бөлеміз 15-ге. В2 бізде 15 км шыққан, 4 сағат болады. Сонда жауабы бізде бірінші велосипедші келеді екен. Келесі бізде төртінші есепті теңдеу құрап шығар. Арақашықтығы 930 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шығып 6 сағаттан кейін кездесті. Автокөліктердің 85 км сағат жылдамдықпен жүрген болса, екіншісінің жылдамдығы қандай? X екінші автокөліктің жылдамдығы болсын. Яғни бұны біз теңдеу құрып шығаратын боламыз. X-ті белгісіз деп аламыз. Екінші автокөліктің жылдамдығы. Төртінші есепте біз тура осы формулаға салатын боламыз. Бізде X екінші автокөлік, мынау біріншісі, мынау бізде уақыты, мынау бізде S. Енді 510-ды қосамыз, 6x тең 930. Енді 6x-ті табу үшін біз 930-дан азайтамыз 510-ды. Сонда 6x 420-ға болады. Енді x табамыз, 420-дан бөлеміз 6-ны, сонда x тең 70 км сағатына. Орнына қойып тексереміз. Жауап сонда екінші автокөліктің жылдамдығы 70 км сағатына екен. Келесі бізде 5-ші есептерді шығар. Екі салт атты бір ауылдан бір уақытта бір бағытқа қарай жолға шықты. Екінші салт аттының жылдамдығы 10 км сағатына, ал екіншісінің жылдамдығы 8 км сағатына. Неше сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы 6 км болады дейді. Біріншісі және екіншісі берілген бізде, және арақашықтығы 6 км. Біз бұның уақытын табуымыз қажет. Неше сағаттан кейін арасы 6 км болады, соны табуымыз керек.
берілгенін жазамыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін v1-ден v2-ні азайтамыз. 10-нан азайтамыз 8-ді, сонда 2 км сағатына. Енді уақыт табу үшін километрді бөлеміз қашықтау жылдамдығына, 6-ны бөлеміз 2-ге, 3 сағат. Сонда жауабы 3 сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы 6 км болады екен. 5-ші есептің ән нұсқасында арақашықтығы 30 км болатын екі ауылдан бір уақытта екі салт атты шығып көлге қарай жүрді. Алыс ауылдан шыққан салт аттының жылдамдығы 12 км сағатына, ал жақын ауылдан шыққан салт аттынікі 6 км сағатына. Неше сағаттан кейін біреуі екіншісінен қуып жетеді дейді. Жерде сызбасы берілген, бұл жақта көл, бір уақытта шығады екеуі, бірақ мына 12 км сағатына, v2-ні 6 км сағатына, арақашықтығы 30 км. Енді неше сағаттан кейін біреуі екіншісін, яғни біреуі екіншісін қуып жететін болады. Бізде бұл нұсқасында берілгені жазамыз, шешу үшін уақыт табамыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін v1-ден азайтам v2-ні, яғни 12-ден азайтамыз 6-ны 6 км сағатына. Енді s-ті бізде 30 км ғой, соны көбейтеміз, бөлеміз жақындау жылдамдығына. Бізде жақындау жылдамдығы 6 км сағатына шықты. 30-та 6-ға бөлсек 5 сағат. 5 сағаттан кейін біреуі екіншісін қуып жетеді екен. Келесі бізде 6-шы есеп. Қозғалыс графигіне қара, сұрақтарға жауап бер. Мотоциклдің, автокөліктің бастапқы қозғалыс туралы не айтуға болады дейді. Жолға шығар алдында олар бір-бірімен қандай арақашықтықта болды. Қанша уақыттан кейін кездесті, кездескенде кейінгі олардың жылдамдығы нешеге тең. Графикте неліктен жоғары көтерілмейтін және төменге түспейтін жерлер бар. Қалай ойлайсың, бұл нені білдіреді? Көліктің тоқтағаны кейінгі жылдамдығы қандай дейді. Мына жерде бізде графигі берілген. Қозғалыс графигі, бұл жақта бізде километр, бұл жақта сағаты. Мотоцикл мен бұл жерде екі көлік, көлік және мотоцикл, автокөлік дейік. Мынаны мотоцикл десек, екеуде біріншісінде мотоциклде, автокөлікте қозғалыстарын 11:00-де бастады. Арақашықтары 90 км болады. Арақашықтары 90 км болады. Енді мінекей 90. Мына жерде 80, мына жерде 90, мына жерде 70 мысалы, мына жерде 90. Мінекей осы жерде арақашықтары 90 болады. Енді үшіншісінде s тең 60 км-ге, ол бізде 1 сағатта, автокөліктігі s-ті бөлеміз 4-ге, 60-ті бөлеміз 1-ге, 60 км сағатына болса, s тең 30 км 1 сағатта, бұл бізде машинаныкі, мотоциклдікі, s-ті бөлеміз 4-ге, 30-ті бөлеміз 1-ге, сонда 30 км сағатына болады. Және де олар қозғалыста болмайды, мінекей мына уақыттарда қозғалыста болмаған уақыттары. Және де соңғысы, 60-шысы бізде s тең 30 км-ге 1 сағатты, сонда автокөлікті s бөлу 4, 30-ті 1-ге бөлеміз 30 км сағатына. Енді s тең 45, уақыты 45 минут. Енді машинаныкін, мотоциклдікін s бөлу 4 деп алса, 45-ті бөлеміз 45-ке тең 1 км екен. Яғни, мына жерде s пен 4-ті бөлеміз, сонда 1 км шығады минутына. Келесі есеп бізде әр заттың биіктігін тап дейді. Мына жерде бізде қағаз қыстырғыш және санау таяқшасы және осындай сыйлық қорабы берілген. Біріншісі бізде қағаз қыстырғыштікі 5 см, былайынан 4 см, бізде v 40 см кубқа тең, және біз бұның қанша сантиметр екенін анықтауымыз керек. Сыны, а, в, с деп алатын болсақ, енді біріншісінде бізде тура осы а көбейту в көбейту с деген формулаға саламыз. Және сыны табу үшін в бөлінген а қосу в деген формулаға салатын боламыз. Бізде а 5 см, в 4 см, в 40 см куб, сыны белгісіз. Вны табу үшін а көбейту б көбейту с-ға саламыз. Сыны табу үшін в бөлу а көбейту в-ға саламыз. Ол үшін сын табу үшін 40-ты бөлеміз, 5-ті көбейтеміз, 20 болады. 20-ны
40-қа бөлсек 2 болады. Сонда С 2 см екен. Екіншісінде бізде санау таяқшасының асы 4 см, В бізде 3 см, В 12 см кубқа. Тағы да сыны табамыз. Тура сол формулаға саламыз. С тең 1 см-ге. Үшіншісінде де тура солай сантиметрдің табатын боламыз. А 7 см, В 4 см, В бізде 280 см кубқа тең. С тең В бөлінген А көбейту В, сонда С тең 10 см-ге тең болады екен. Келесі бізде 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер дейді. Арман, Болат, Нұрлан, Айна және Әлия сыныптың үздік шаңғышылары. Жарысқа қатысу үшін олардың ішінен бір ұл және бір қызды таңдап алу керек. Қанша тәсілмен таңдауға болады дейді. Бізде 8-ші есеп. Арман, Болат, Нұрлан, Айна және Әлия. Біріншісі бір ұл, бір қызды таңдау керек дейді. Арман мен Айнаны немесе Арман мен Әлияны таңдауға болады. Бізде 3 ұл, 2 қыз бар. Одан кейін екінші Болат пен Айнаны, Болат пен Әлияны таңдауға болады. Одан кейін Нұрлан мен Айнаны немесе Нұрлан мен Әлияны таңдауға болады. Сонда бізде 6 нұсқа шығады екен. Келесі бізде 9-ші есеп. Сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Бізде уақыты 3 минут, В1 бізде 5 метр минутына, В2 10 метр минутына. Енді ара қашықтығын табуымыз қажет. Бұл жерде қаздар туралы берілген. 9-ші есепте В1 бізде 5 метр минутына, В2 10 метр минутына берілген жазамыз. Т бізде, яғни уақыты 3 минут, ара қашықтығын табамыз. Ол үшін қашықтау жылдамдығын табу үшін В2-ден В1-ді азайтамыз. Яғни 10-нан 5-ті азайтамыз, 5 метр минутына шығады. Енді біз ара қашықтық табу үшін қашықтықты көбейтеміз уақытқа. Бізде 5 шықты, 3 бізде минутымыз, уақытымыз 5 3-ке көбейтеміз, 15 метр. Жауабы 3 минуттан кейін екі қаздың ара қашықтығы 15 метр болады екен 3 минуттан кейін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.